Сәлем достар, менің арнама хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен фунчоза салатын дайындаймыз. Мен сіздермен өзімнің жасайтын әдісіммен бөлісемін. Мен етті міне мынадай соломка қылып турап аламын. Одан кейін оны жақсылап тұрып қуырам. Қуырған кезде дәміне қарай тұзын саламын да. Еттің суы шыққан кезде баяу отқа қойып, бетін жауып, жақсылап тұрып пісіріп аламын, суы тартылғанша. Суы тартылғаннан кейін де жақсылап кішкене қуырамын. Міне осымен біздің етіміз дайын болды. Енді фунчозамызды нұсқаулықта айтылған әдіспен дайындап аламыз. Менде 10 минут қайнату керек деп тұр. Енді құймасын дайындаймыз. Ол үшін чесногымызды, қара бұрышымызды, паприкамызды және де кунжутымызды, соевый соусымызды, осылардың барлығын салып, оның үстіне қызып тұрған майымызды құямыз. Мінекей осымен біздің құймамыз дайын болды. Қалған барлық ингредиенттерді былайынан дайындап аламыз. Сәбізімізді үкіштен өткіземіз. Қиярымызды соломка қылып тураймыз. Және де петрушкамызды жақсылап ұсақтап тураймыз да, осылардың барлығын біріктіреміз. Бір ыдысқа фунчозаның үстіне етімізді, және қиярымызды, сәбізімізді, петрушкамызды барлығын салып, оның үстіне жаңағы біздің дайын болған құймамызды құямыз да, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Шанышқылардың көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей достар, осымен біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Осындай құймамен жасалған фунчоза өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менің видеомды соңына дейін көрсеңіздер, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.